Құрметті көрермен, өткен аптаның екінші жартысында Шығыс Қазақстан облысы техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінің оқытушылары біліктілік сынағынан өтті. Өкінішке орай, тест тапсырған оқытушылардың пікіріне қарасақ, бұл тест бір жақты оң пікір қалыптастырмай, екіұдай көзқарас туындатып отыр. Енді барлығын рет-ретімен қарастырып өтелік. Ең алғашқы мәселе аттестациялау ережесіне байланысты туындап отыр. Осы ереже бойынша тест тапсыра алмаған оқытушы одан әрі аттестаттауға жіберілмейді. Көптеген оқытушылар мұндай оқытушы еңбегіне кесімді үкім шығару дұрыс емес деп есептейді. Бұл көзқарас негізсіз де емес. Біріншіден, оқытушының біліктілік тестілеуін оқушылардың бірыңғай ұлттық тестісімен салыстыруға мүлдем келмейді. Оқушыда мектеп қабырғасында алған білімінен өзге өмірлік тәжірибесі жоқ, оның бар сенері өзінің білімі. Ал оқытушының қызметі сан қырлы. Аттестациялау кезінде басты орынға теориялық білім емес, әдістемелік шеберлік қойылуы тиіс. Кереметте теориялық білімі бар адам оқушы жүрегіне жол тауып, оның бойынан сол білімді сіңірудің дұрыс әдістемесін таба алмауы мүмкін. Керісінше, білімі соншалықты терең болмаса да, оқушы психологиясын жақсы меңгерген, олармен қарым-қатынасты дұрыс жолға қоя білетін, өзінің бар білгенін асқан шеберлікпен оқушы бойына сіңіре алатын оқытушы да болады. Екіншіден, кейбір оқытушылардың жинақтаған бай тәжірибесі бар. Оқушылары ғылыми зерттеушілік жұмыспен айналысатын, ғылыми жобалар жасайтын, пәндік олимпиадаларда үздік білім көрсететін, өзінің авторлық еңбектері бар оқытушылар осы сынақтан өтелмей қалса, бүкіл төгілген тері мен еңбегі зая кеткендей болмай ма? Осыдан кейін оқытушының сағы сынып, ауыр психологиялық соққы алып, когнитивті диссонанс жағдайында болмасына кім кепілдік бере алады? Сондықтан да біліктілік сынағы оқытушының өзге қызмет бағыттарымен бір деңгейде болуы тиіс. Сынақтан өтпедің деп аттестаттауға жібермеу дұрыс емес деген пікірлер айтылуда. Құрметті көрермен, өздеріңіздің осы мәселе жөніндегі пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызды сұраймын. Енді сұрақтардың өздеріне көшелік. Көптеген оқытушылар кейбір сұрақтар мүлдем түсініксіз, тіпті мағынасыз деген пікір білдіруде. Өзіміз қазақ тілінде оқып, өмір бойы қазақ тілінде сабақ беріп жүрсек те, кейбір сұрақтардың мағынасын түсіне алмадық. Бейне бұл сұрақтар қазақ тілінде жасалынбаған сияқты дегенді айтуда. Мұндай пікірді айтушылар нақтылы мысалдар келтірмегендіктен, егер де сіздің басыңыздан осындай жағдай өткен болса, пікіріңізді жазып қалдыруыңызды сұраймын. Екіншіден, сұрақтар мектеп бағдарламасы бойынша берілген. Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде пәнді оқытудың өзіндік ерекшеліктері бар. Сондықтан да сұрақтар техникалық және кәсіптік білім беру типтік бағдарламасы негізінде жасалынса екен дейді. Әрине, оқытушы өз пәнін жетік білуі тиіс. Дегенменен, күрделілік деңгейі аса жоғары болса да, сұрақтар тек техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламасына сәйкес құрастырылса екен деген пікір айтылуда. Бұл мәселе әсіресе жалпы тарих пәніне қатысты көтеріліп отыр. Себебі бұл пән колледждерде өте қысқартылған түрде өткізіледі. Құрметті білім беру басқармасы қызметкерлері, тест сұрақтарын құрастырушылар, сіздерде түрлі әлеуметтік желілерді, мессенджерлерді бақылап, оларға мониторинг жасайтын қызмет бар деп ойлаймын. Демек, жоғарыда айтылған мәселелерді сіздерде біліп отырсыздар. Көш жүре түзеледі демекші, алдағы уақытта осы сыни пікірлерді сіздердің назарларыңызда болып, оларды түзету бағытында нақтылы шаралар қолданады деп сенеміз. Сау, саламатта болыңыздар.